Петропавлда жыл басынан бері жол көлік оқиғаларының көрсеткіші төмендеген. Алайда оның салдарынан көз жұмғандар саны өткен жылға қарағанда 3 есеге артып отыр. Бұл туралы қалалық ішкі істер басқармасының мамандары мәлімдеді. Олардың айтуларынша 2015 жылдың 5 айында қала жолдарында 49 жол көлік оқиғасы тіркеліп, нәтижесінде 4 адам қаза тапқан. Басты себеп жүргізушілердің жылдамдықты нормадан асыруы, қарсы бағытқа шығу сияқты жол қозғалысы ережелерін бұзу. Сондай-ақ жаз мезгілінің келуімен қала көшелерінде велосипед, скутер, мотоциклдердің көбеюде жол көлік оқиғаларының жиілігіне әкеп соқтырады. Тәртіп сақшыларының айтуларынша, осы аталған көліктердің жүргізушілері Қазақстан Республикасы жол қозғалысы ережесіне енген өзгерістер мен жаңашылдықтарды білмейді екен. 4 адам жол қозғалысы оқиғасында қайтыс болды, және де 63 адам жол қозғалысы оқиғасында дене жарақатын алды. Қазір уақытта осы көлік жүргізушілердің өзінің алаңкестігіне және жолдың қарсы бағытына шығып кетуіне байланысты осы жол қозғалысы оқиғалар болады. Осы жол қозғалысы оқиғалар болмауына осы жол жүргізушілерден сұрауым менің. Жол үстінде өздерінің тиянақты жүргізуге, жол үстінде өздерін сақтап жүрулерін сұраймын.